іс-қимылы арқылы жұптарыңызбен өтіп, бір-бірлеріңізге бүгінгі сабаққа деген көңіл-күйлеріңізді әртүрлі іс-қимыл арқылы білдіріп, білім шамдарын алып, сол бойынша топқа бөлініп жайғасып отырыңыздар. Сабағымыз квест ойын түрінде жүргізіледі. Квесттегі әр топтан бір студент келіп, денелердің, әртүрлі денелердің қозғалыс бағытын анықтай отырып, бүгінгі күннің тапсырмасын орындайтын боламыз. Бүгін өзін-өзі бағалау формасы арқылы жүргізіледі. Бағалау парақшасында әр тапсырма 10 балл мен 20 балл арасында бағалау шкаласы көрсетілген. Соңында қорытынды балды шығаратын боласыздар. Және сабақта бүгін сіздерге не қызықты болды, соны жазып көрсетесіздер. Сіздердің қолдарыңызда білім шамы тұр. Осы білім шамына біріңізбен бөлісесіздер, яғни кері байланыс жасайсыздар. Тапсырма орындайтыныңызды анықтап алайық. Бірінші топтан бір студент келіп, денелердің қозғалыс бағытын анықтасын. Ұшақты мектепке жылжыту арқылы бірінші тапсырманы сұрағаныңыз. Бірінші тапсырма Learning онлайн платформасы арқылы пазл құрастыру. Жақсы, отырамыз. Келесі кезекте Smart Suite Learning платформасы арқылы пазл құрастыратын боламыз. Бізде сұрақтар 3 топқа жіктелген, атаңыз жүргізіледі, мысал келтір. Оқушылардың бағдарламалық материалды меңгеруін тексерудегі негізгі әдістерді атаңыз. Жалпы оқушылардың меңгерілген материалды тексеру үшін әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылады, бірақ олардың кейбіреуі жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі таңда ең актуалды әдіс-тәсілдердің бірі үй тапсырмасын тексеру болып табылады. Жақсы. Рахмет. Келесі топ. Келесі сұрақ бізде ауызша тексеру әдісі қалай жүргізіледі? Мысал келтір. Ауызша тексеру әдісі, яғни бұл тексеру әдісінің бір түрі. Бұл кезде мұғалім оқушы сабақта қаншалықты меңгере алды, және де алдағы оқушы болсын, арттағы оқыған оқушы болсын, бәрін ілгері алып жүреді. Және де бұл жаңағы ауызша тексеру әдісі бізде түсіндірмелі түрде жүргізіледі. Мысалға келтіретін болсам, сіз есепті, теңдеуді қалай шығардыңыз деген сұрақтар қойып арқылы мұғалім осы әдісі. Алдын ала тексеру бізде оқу жылының басында және жаңа тақырыпты ашпас бұрын жүзеге асырылады. Оқушылардың білімдерін, біліктерін және тексеру түрлері алдын ала тексеру, күнделікті тексеру және қорытынды тексеру түрлері бар. Жақсы. Мектептерде қорытынды тексеру жұмыстарын 90 бойынша жиынтық бағалау және бөлім бойынша жиынтық бағалау. Және бөлім бойынша жиынтық бағалау жүргізіледі. Иә, өте дұрыс. Жақсы, рахмет. Жақсы, сонымен бізде басшының қандай сөз шықты? Үй тапсырмасы деген. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үй тапсырмасын тексерудің тиімді жолдары. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Үй тапсырмасын ұйымдастырудың математика сабағындағы әдістемесін меңгеретін боласыздар. Және 1-4 сынып математикасы бойынша үй тапсырмасын сұраудың түрлі әдістерін қолдана отырып, тапсырмаларды әзірлейтін боласыздар. Бүгінгі сабағымыз бойынша жоспарда біз 3 мәселені қарастыратын боламыз. Сабағымыздың жоспарын бойынша 3 мәселені қарастырамыз. Түртіп алу әдісі негізінде дәптерлеріңізге бүгінгі ақпараттарды түртіп отырасыздар. Бірінші мәселе үй тапсырмасын ұйымдастыру, екінші үй тапсырмасын тексерудің жолдары, үшінші қарастыратынымыз 1-4 сыныпта математика сабағында үй тапсырмасын тексерудің әдістері. Үй тапсырмасының негізгі мақсаты өздеріңізге белгілі бастаушылық математикасындағы бағдарламадағы тапсырмалармен соның көлемімен байланысты болу керек. Үй тапсырмасы түсінікті болу керек, және жаңалық элементтері бар болу керек, және әрбір оқушыға дербес жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндей болу керек. Үй тапсырмасын қысқаша тақтаға жазылады, және оны оқушы күнделікте жазып алады, және мұғалім үй тапсырмасы жайлы міндетті түрде түсінік беру керек. Сонымен қатар әдістемелік нұсқаулар беру керек. Және ол үй тапсырмасының
дұрыс орындауы үнемі қадағалап тұру. Тапсырмасын берудегі негізі біз 3 мақсатты көздейміз. Бірінші, тапсырманы ауызша орындау, жазбаша орындау, шығармашылық жұмыс түрінде орындау. Бізде бастауыш сыныптарда, бірінші, екінші сыныптар математика сабағында ойын, дидактикалық ойындар, бүгінгі таңдағы цифрлы білім беру ресурстарын пайдаланып түрлі платформалар арқылы, ойындар арқылы тексеру, бұл бастауыш сынып балаларының пәнге деген қызығушылығын арттырады. Біз қандай тапсырма орындайтынымызды келесі топтың студенті келіп анықтаса. Сізде автобусты көпқабатты үйге жүргізу арқылы тапсырманы екінші тапсырма геймификацияланған саяхатшылар комиксі жұптық жұмысы. Жақсы, жұмыс орындайтын боламыз. Ол геймификацияланған комикс әдісі негізінде жүзеге асады. Әр жұпқа қазір алдарыңызға кітапшалар таратып береміз, және сол кітапшаларды пайдалана отырып геймификация арқылы мәтінді есеп құрастыратын боласыздар. Қолдарыңызға геймификацияны ұстаймыз. Берілген геймификация бойынша мәтінді есептің мазмұнын құрастырамыз, және есептің түрін анықтаймыз, шартын құрамыз, және шешімнің жауабын жазатын боласыздар. Берілген уақыт 1 минут. Олар Астана қаласындағы әртүрлі ғимараттарға саяхаттау арқылы Астана қаласында 2 күн болды. Саяхатшылардың ел астанасында болған күндердің саны басқа аймақтарға болған күндердің санынан қанша кем? Астанада 2 күн, басқа аймақта 10 күн болды. Жақсы. Біз кезекте қандай тапсырма орындайтынымызды 3-ші топтың студенті деп анықтасын. Келесі автобусымыздың келесі аялдамасы тұрғын үй кешеніне келді. 3-ші тапсырма кинолента әдісі топтық жұмыс. Сынып математикасында күрделі тақырыптардың бірі ол мәтінді есептеумен жұмыс жасау, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да қазір топтық жұмыс ретінде 4 топқа кинолента әдісі арқылы мәтінді есеппен жұмыс жасайтын боласыз. Яғни әр топтың тапсырмасы кинолентада әртүрлі. Бір топ берілген есептің мазмұны бойынша шартын құрастыру, бір топ сызба құру, бір топ кері есептер құру, бір топ кесте құру тапсырмасын орындайтын. Дайын болған топтар бірінші топ сияқты өзінің дайындығын білдірсін. Жалпы біздің есептің мазмұны дәптердің бағасы 24 теңге, ал шардың бағасы одан 16 теңгеге кем. Дәптер шардан неше есе қымбат. Яғни бұл бізде есептің құрама есеп, соның ішіндегі жаңа Біз бүгін 4-ші курс бітіруші болашақ бастауыш сынып мұғалімдермен математика сабағында үй тапсырмасын тексерудің тиімді жолдары тақырыбында сабақ өткізіп жатырмыз. АБС әдісі негізінде 3 қадамды сұхбат сізбен жүргізетін боламыз. Біздің сұхбат беруші Алматы қаласы номері 76-шы жалпы білім беретін мектептің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Замира Өскеновна. Замира Өскеновна, сізге қазір студенттер үй тапсырмасы тексеру бойынша бірнеше сұрақтар қоятын болады. Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында үй тапсырмасын ұйымдастыру және де орындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар жайлы өз пікіріңізді айта кетсеңіз. Деген жалпы ол мұғалімнің оқушыға беретін сабақтан тыс өз бетімен орындайтын жұмыс. Солай ғой, оны баланы үйге береді. Бірінші мысалы, баланың сыныбында балаға үйге берілетін тапсырманың өте... Замира Өскеновна, бүгінгі сұхбатымызға қатысқаныңызға көп рахмет айтамыз.
әлеуметтік серіктес ретінде көптеген ақпараттармен бөлістіңіз, көп ақпарат бердіңіз студенттерімізге. Сондықтан да сізге бүгінгі айтатын алғысымыз шексіз. Замира Өскеновна, шыға келсеңіз болады. Келесі тапсырмамызды анықтау үшін 4-ші топтың студенті келіп. Келесі автобустың аялдайтын аялдамасы бұл дүкен. 4-ші тапсырма. Практикалық тапсырма әр топ үй жұмысын тексеру үшін бір әдістеме немесе тапсырма құрастыру. Жақсы. Тапсырмалар беріледі. Бірінші топ, бірінші сынып математикасы бойынша тексеру қосып азайтуға дидактикалық ойындар әзірлейтін боласыздар. Екінші топ, сіздер бәйге ойынын, геометрия элементтеріне байланысты бәйге ойынын әзірлейтін боласыздар. Келесі кезеңде бізде 4-ші топ, 4-ші сынып математикасы бойынша қозғалысқа байланысты есептер тақырыбына сұрақ-жауап түрінде теориялық білімді тексеруге байланысты. Тапсырмаға берілген есептерге байланысты кейс смарт үй тапсырмасын әзірлейтін боласыздар. Бұл да теориялық материалды тексеруге байланысты беріледі. Көлшік әдісінде көріп тұрғандарыңыздай балықтар, бақалар және үйректер жүзіп жүреді. Оқушылар бұларға қызыға отырып, соның үшін балықтардан бастайтын болса, аулайды. Балықтарды аулағаннан кейін артында бізде өрнек берілген. Яғни бұл үй тапсырмасын сұрауда, соның ішінде толық ондықтарды қосу және азайту тапсырмаларын орындауда және оны пысықтауда ең тиімді ойындардың бірі. Көлшік ойынның бір бөлігі ғана бақа ойыны. Бақа ойыны егерде біз мәселе есепті беретін болсақ, мәселе есепті мазмұны, шешуі, жауабы және де осы есепте келе есепті бақаны әр отыз күліне жапырағын секірту арқылы есепті өзі құрастыратын болады. Ол жылдамдыққа берілген тапсырма. Оқулығында пропорционал шамаларға берілген есептерді топтық жұмыс арқылы смарт QZ әдісі арқылы үй тапсырмасын қалай сұрауға болатынын көрсетеміз. Смарт QZ әдісінің мақсаты шамалар арасындағы тәуелділікке байланысты берілген есептерді шығару пирамидасын құрады. Қозғалысқа берілген есептердің теориялық білімдерді тексеру мақсатында сұрақ-жауап әдісін таңдап алған болатынбыз. Бізде электронды пошталарда осы сұрақ-жауап әдісіне арнайы әртүрлі платформа арқылы тапсырмалар берілген. Әр курсада алған теориялық білімімізді бекіту мақсатында Сократик платформасы арқылы 10 сұрақтан тұратын тест тапсырмасын әзірледік. Қазір барлық студенттер соткаларымызға алып, QR-код арқылы тест тапсырмасымен жұмыс жасайсыздар. Бірнеше студенттер кірді, тест жұмысын бастаймыз. Берілетін уақыт 5 минут. Енді олай болса, бүгінгі тест қорытындысы бойынша өз алған балаларыңызды бағалау парақшасына қойыңыздар. Енді сабағымыздың қорытынды кезеңінде білім шырағы шамдар сіздерге берілген болатын. Сол білім шырағы шамдарындағы кері байланыстарыңызды жазып, тақтаға ілсеңіздер. Құрметті 4-ші курс бастауыш білім беру мамандығының білім алушылары, бүгін бастауыш класста математиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша тапсырмасын тексерудің тиімді жолдары тақырыбында болашақ мамандықтарыңызға қажетті білім қоржындарыңыз әдістемелік материалдармен толықты. Жалпы сабақ барысындағы тапсырмалар арқылы осы мамандығымызға деген сүйіспеншілігіміз одан сайын артып, құнды материалдарыңызға берген біліміңізге көп рахмет.